Бауыр стеатозы. Бауыр жасушаларында майдың артық жиналуы нәтижесінде пайда болатын ауру. Қоғамда жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады. Әсіресе белгілі бір салмақтан кейін бауыр майы дамуы мүмкін. Бауырдың майлануының себептері әр адамда әр түрлі. Бауыр стеатозының пайда болу себептері. Бауыр жасушаларында майдың жиналуын тудыруы мүмкін көптеген жағдайлар бар. Өңделген көмірсуларды тым көп тұтыну. Қант пен май жағынан шамадан тыс диета. Протеинді аз тұтыну. А дәруменін шамадан тыс қабылдау. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Видео соңында бауыр стеатозын үй жағдайында емдеу жайлы сөз ететін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Темекі шегу мен алкогольді тұтыну, инсулинге төзімділік, артық салмақ пен семіздік, шок диеталар нәтижесінде тым көп салмақ жоғалту, гипертония, әрекетсіз өмір сүру. Құрметті менің оқырмандарым, егер бауыр стеатозы сынды бір мәселеңіз бар деп күдіктенсеңіз, алдымен дәрігерге қаралып, қажетті анализ жасап, оны ескертуіне сай емдеуді бағыттау керек. Шын мәнінде бауырдың қалыпты қызметін стеатоз бұзбайды, бірақ бауыр фиброзына әкелуі мүмкін. Яғни бауырдың қабынуы, ол өз кезегінде талшықты ұлпаның пайда болуына әкелетін бірқатар зақымдануларды қамтиды. Талшықты тін бауырдың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Кейбір жағдайларда циррозға әкеледі. Аурудың осы кезеңінде пациент сезінуі мүмкін белгілер: асцит, анемия, аяқтың ісінуі, қан кетулер, шаршау, сарғаю, оң жақ қабырға астының ауырсынуы, әлсіздік, бас айналу. Бірақ бұл аталған белгілер және тағы да басқа клиникалық көріністер бұл ауруда айқын емес. Ауру ұзақ уақыт симптомсыз өтуі мүмкін, ал бауырдың патологиялық өзгерістері басқа ауруға тексеру кезінде кездейсоқ анықталады. Көп науқастарда шағымдары болмайды, бірақ көбінде астениялық, диспепсиялық, метаболизм, шаршағыштық, әлсіздік, жүрек айну, үлкен дәреттің өзгерістері, оң мықын аймағындағы ауырсыну және оң қабырға астындағы ауырсыну, тұйық ауырсынулары синдромдары кездеседі. Тексеру кезінде бауырдың әртүрлі көлемде ұлғаюы анықталады. Бауырдың өлшемі мен тығыздығы стеатоз дәрежесі мен ауру үдеуін көрсетеді. Көкбауыр өлшемдері алкогольдік емес стеатоз кезеңінде өзгеріссіз болады. Бауырдың алкогольдік емес майлы ауруының қауіп факторлары: 45 жастан жоғары адамдар, әйел адамдар, дене массасының индексі 28 кг метр квадраттан жоғары болуы, аланин аминотрансферазаның белсенділігінің 2 есе жоғарылауы, триглицерид 1,7 миллимоль на литр, артериалды гипертензия болуы, екінші типтік қант диабеті қауіп факторлары болып табылады. Бауыр стеатозында қолдануға болатын табиғи ұсынымдарды айтып өтейік. Лимон: 1 стақан суға жарты лимонды сығып, бірнеше апта бойы бұл сусынды күніне 2-3 рет ішу бауыр стеатозына пайдалы. Алма сірке суы: 1 стакан жылы суға 1 ас қасық табиғи алма сірке суын қосып, күніне 2 рет тамақ алдында ішу тиімді. Қаласаңыз, 1 шай қасық бал да қосып тәттілеуге болады. Бұл әдістің жұмыс істеуі үшін 1-2 ай бойы жүйелі түрде жалғастыру керек. Куркума: 1 шай қасық куркума ұнтағын 1 стакан суға қайнатып, бірнеше апта бойы күніне 2 рет ішуге болады. Көксағыз:
1 кесе ыстық суға 1 шай қасық кептірілген көксағыз қосып 5-10 минут қайнатыңыз да соны ішіңіз. Бұл шөп шайын бірнеше апта бойы күн сайын ішу керек. Дегенмен жүкті немесе қант диабетімен ауыратын науқастар көксағыздан аулақ болулары керек. Көк шай. Күнделікті үнемі ішетін 2-3 стакан көк шай бауыр стеатозына өте пайдалы. Түймедақ. Түймедағы шайын үнемі күніне 2 рет тұтыну арқылы майлы бауырдан арылуға болады. Түймедағы шайы үнемі тұтынылатын болса, ол тиімдірек нәтиже береді және мұндай шағымдарды жояды. Өмір салтын өзгерту. Салауатты диета мен жаттығулар бауыр ауруларының алдын алуда ең жоғары табысқа ие. Жалпы дене салмағының кем дегенде 5%-ын жоғалту бауыр стеатозының дамуын азайтады. Дегенмен артық салмағы бар немесе семіз адамдар үшін кем дегенде дене салмағын 10%-дан арылуды нысанаға алған дұрыс. Дене шынықтыру. Дене шынықтыру артық салмақтан құтылуға және табиғи түрде бауыр майынан арылуға әсер етеді. Жүйелі түрде дене шынықтыру арқылы мұндай шағымдардан қысқа уақыт ішінде құтылуға болады. Жаттығу. Жаттығу бауыр майы деңгейін төмендететіндіктен бұл науқастарға аптасына 150-300 минут орташа тығыздықта жаттығу немесе 75-150 минут қарқынды белсенділікті жоспарлауға болады. Шөптік қоспалар. Бауыр стеатозында жиі қолданылатын шөп қоспалар арасында сүт ошаған, артишок және куркума бар. Бауыр стеатозы артишокпен дайындалған тағамдарды үнемі тұтынумен де кішіреюі мүмкін. Сарымсақ. Бір зерттеу барысында сарымсақты қолданудың бауыр стеатозын азайтатыны анықталды. Дегенмен бақылаусыз қолдану елеулі проблемаларды, қан кету қаупін тудыруы мүмкін екенін есте сақтаған жөн. Омега-3 май қышқылдары. Диетада лосось және жаңғақ сияқты омега-3 көздерінің болуы бауыр майын азайтуға көмектеседі. Брокколи, жаңғақ. Бір зерттеу жаңғақ жеудің бауыр стеатозы бар адамдарда бауыр функциясының сынақтарын жақсартатынын көрсеткен. Авокадо. Зерттеулер авокадо құрамында бауырдың май ауруын бәсеңдететін химиялық заттар бар екенін көрсетеді. Ол сондай-ақ құрамындағы талшықтың арқасында салмақты бақылауға көмектеседі. Ақжелкен. Майланудың алдын алу үшін таңертең лимонды ақжелкен емі ұсынылады. 15-16 ақжелкеннің сабағын блендерден өткізіп, ішіне бірнеше тамшы лимон шырынын қосу арқылы дайындалатын лимонды ақжелкен емі бауыр стеатозына өте пайдалы. Көкжидек майлы бауыр үшін де қолданылуы мүмкін. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз дәрігер Гүлнұр. Келесі видеода кездескенше денсаулықтарыңыз мықты болсын.